Гаухар ханымға деген. Асек. О, все кетті. Гаухар ханым. О, кісі үлгермей жатыр ау. Сәлем, қыздар, сәлем, қалайсыңдар? Ораза қабыл болсын. Қалайсыз? Әжеңнің аккаунты қалай еді, Әсер? Сұрамадың ба әжеңнен? Қалайсыңдар, қыздар, ханымдар мен мырзалар? Сәлем, сәлем. Қалайсыздар? Көңіл күйлеріңіз қалай? Қыздар, ораза қабыл болсын. Ниеттеріңіз, ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Қалайсыңдар? Әдне қыздар еке. Гаухар ханым что-то кешігіп жатыр. Кіре алса жақсы болушы еді үлгерсе. Ол кісінің жұмысы дегені. Как вы, девчонки? Приветик, приветик. Сука, басқа ручка берші, что-то жазбай жатыр. Мен музыкам ұнай ма сіздерге? Жазыңыздар. Мен естіліп тұрмын ба, қыздар, плюс деп жазып жіберсеңдер. Гаухарға. Сәлем, қосылып атқан жандарға тағы да. Сәлем, сәлем. Гаухар ханым кішкене кешігіп жатыр. Ол кісі кеше өзі Турциядан ғана ұшып келді, жұмыстары көбейіп кетті. Бүгін енді жаңа в зонеде болып, сонымен қазір бір 5 минуттың ішінде қосылады. Сұрақтарыңыз болса қоя беріңіздер, қыздар, қалдарың қалай? Мен сағынып кеттіңдер ма?
Шын айтыңдаршы, плюсик деп қойып жеңдер. Плюс деп қойып жеріңдер. Менде қызық болып жатыр ғой. Үйдегі апа айтады ғой. Қыздар естіліп жатыр ма менің сөздерім? Связьға шығып жеріңдер. Жағаласып қалады. Күні бойы кірмей, енді тура 9-дан 20 кеткенде звондайды ғой. Мен саған кіре алмай жатыр, мен инстаграмыңа маған көмектес деп. Сағынып кеттіңдер ма? Массажға келмейсіңдер ма? Білесіңдер ғой, менің массажымның құны күшті екенін. Не істедіңдер, қыздар? Күшті музыка қояйын ба? Бүгінгі менің музыкам ұнады ма сендерге? Мұрның көп ұстама. Ұстама. Да? Әже ғана отыр. Массаждан қандай новинка бар дейсіңдер ма? Медовый алдыңдар ма қыздар менен? Медовый, баночный массаж. Қазір Рейхтің ориентированная терапия деген массажын қостым ғой мен. Каждый денен, кежіқ рахмет балам. Каждый дененің өзі қандай ауырлары болады, соған айтамын. А то бізде қазақта суық тию ғана ғой. Бісміллах. Бәрің үлгергіңіздер ма, ауыздарыңызды ашып? Келмейсіңдер ма, қыздар, массажға? Массаждың қандай түрлері бар? Вот надо дейді. Рау. Келіп тұрмайсыз ба массажға? Білесіз ғой массаждың құндылығын қандай күшті екенін. Бүкіл ауруыңыз жүгіріп кетесіз ғой, бәрін ұмытып. Қан айналымыңыз айналып, энергия, күш қуатыңыз көбейіп кетеді ғой. Қыздар, сұрақтарымды қоя беріңдер бар болса. Жігіттерді отырау демеш ішінде. Мен жандарым өте керемет дейма массаж. Қазір Гаухар ханым кіреді. Бүгін үйлесімін айтады, массаждың адамның денесі, жаны немен үйлеседі, не үшін қажет вообще массаж адам баласына. Гаухар ханым, ол кісі өзі не ғой, Сюцайды оқыған, цифрология, Сюцай дегенде естіпедіңіздер. Керемет бір дүние бар, наука, великая наука Сюцай. Соның ғылымын докторы ол кісі, психолог өзі. Күшті. Енді ол кісінің сөзін тыңдасаң, вообще шок боласың ғой. Ол кісі, по-моему, қазір үйлестіріп жүр ау деймін, массаж өзінің школасы бар. Қыздар, массажға неше рет барасыңдар айына?
Ай сайын барып, хотя бы жетісіне бір рет барып тұру керек массажға, білесіздер ма? Ақырындап қосылып жатыр, күтейік, иә? Оғанша дейін, адам жиналғанша дейін Гаухар ханымның өзі де шығып қалар. Қосылғандарыңызға рахмет. Бүгін, по-моему, бәрі ораза тұтқан адамдар кіріп жатыр ау деймін. Бәрі деп қоям, пока 6 адам жиналыпты ғой. Массажды негізі курспен алған дұрыс. Хотя бы егер де жай демалуға келетін релакс деген массаждарда болады, оны жетісіне бір рет, айына бір рет алып тұрған дұрыс. А негізі ем қабылдайтын болсаңыз, емге әрине 5 курстан 10 курсқа дейін алып отырған жөн. Өйткені біздің қозғалмаймыз, көбінесе қозғалмай отырған адамдар, офистағы адамдар бір қалыпты отырады, қозғалмай. Ол кісілерге міндетті түрде курспен алу керек. Сонда оның пайдасы өте керемет. Көп адамдар қазір уже ауырып бітіп, бүкіл жаңа биологический точкалар бітеліп қалғанда келеді ғой. Лучше сол аурулардың бәрін алдын ала қолға алған дұрыс. Бірнеше рет келіп, массаждың құдіреті деген түсінген адамға шіркін жақсы ғой. Өйткені кейбір клиенттарымыз біздің ауырып денелерінің бәрі бір-біріне жабысып, уже көтере алмай қалғанда суық тиді деп келіп тұрады да, или көз тиді дегендей. Ол суық тиген емес. Аны қосылды біздің Гаухар ханым. Ол суық тиген емес, біздің қозғалмай жүргенімізден болады. Бітеліп қалады бүкіл. Спазма дейміз. Жон басуың керек, по-моему. Принять. Ура, Гаухар ханым үлгеріп қосылды. Посмотреть. Ну, не? О, Гаухар ханым. Қайырлы күн, Айнұрқа жаным сол. Қайырлы кеш, қалыңыз қалай? Керемет күшті. Әрине үлгеріп келдіңіз ау деймін, я? Ау? Оразаңыз қабыл болсын тұтқан. Аумин. Барша қазағымызға қабыл болсын ниетіміз. Мен де сол келген бойда құдағиларым тамаққа шақырған еді, соған шығып, сәл қаладан арағашық жер ғой. Содан дырылдатып центрге қарай алып келдік. Құда бала бәріміз. Дұрыс, рахмет сіздің алтын уақытыңызды бөлгеніңізге. 5 минут қалды айтам ғой, че-то Гаухар ханым үлгермей жатыр ау деймін деп. Сәл сондай болды, Гаухар ханым, бәрі Алланың қалауымен әрине. Гаухар ханым, мен айтам, есіңізде ма, тура осыдан, осы уақыты ғана кішкене сәл кеш болып кетті. 1 жыл бұрын мен сізбен танысқан болатынмын, білесіз бе? Білемін. Ораза болған ол да. Иә. Соны мен айтам да, вот Алланың құдіреті биыл тура енді сол уақытта, только сіз түстен кейін келген болатынсыз сабаққа. Как всегда, бір сабақтан бір сабаққа. Бір сабақтан бір сабаққа. Енді сол мен айтам да, Алланың құдіреті тура 1 жылдан кейін уақытысыменен мені сізбен прямой эфирға шығып отырмын. Біліп естіп шыққаныңызға. Қазір немен өзіңіз айналысып жатырсыз, Гаухар ханым? Сіз психологсыз, массажистерді үйретіп жатырсыз, я? Бірнеше саланы алып жүрсіз ғой қазіргі таңда. Қалай үлгересіз соның бәріне?
Айнұр, рахмет. Я үлгеріп жатырмын. Өйткені адамның санасы тыныш болса, өте бізде 24 сағат емес, 240 сағат екен. Бірақ ол санаңа байланысты екен бәрі. Мына сан берген, сана берген, санат берген, инсан деп адамзатқа ол ат берген дейді ғой. Мына Алланың жаңа Құран кітап біздің ең психологиямыздың бәрі Құран кітапта негізінде. Сондықтан 13-ші Рәд сүресі бар, 11-ші аят. Адам өзінің ойын өзгертпейінше, мен оның жағдайын өзгертпеймін дейді да. Сондықтан қазір біліп жатсың ғой, сол жерге келгенде де мен айтқан болатынымның мастерімін, адамдардың жаңағы бұрын өзімізде көп нәрсеге сенбейтінбіз ғой. Иә, сенбейтінбіз, әлгінге сенбейтінбіз. Әлге дейін сенбейтін адамдарға да ешқандай ренішіміз жоқ. Ол өйткені мына 65-ші аят бар ғой, 65-ші сүре 12-ші аят. Намазды оқысаң, үйіңдегілерге үйрет дейді да. Біздер жаппай жаңағы өзіміз үйренбей атып, сен оқы деп жатамыз. Ол Алланың ондай жазудың бәрін түп нұсқасы бар екен, оны жаңағы орап айтқан ғой Алла. Үйреніп өзің рет-ретмен істе дейді да, үйрет дегеннің сөздің өзін орап айтқан. Үйіп, рет-ретмен бірінші өзім жасауым керек. Одан кейін мен қасымдағылар кеп, ай, сен не жасап жатсың десе ғана, мен жаңағы оларға айта аламын, осындай дүние деп. Өйткені Айнұрқа, рахмет саған. Мына кеше мен жаңағы түрк елінде жүргенімде, соның өзінде сен көріп, Гаухар ханым шығайық, мына ораза айында адамдарға көп дәріс беретін, көп ем беретін, шипа беретін нәрсені адамға жеткізейік. Өйткені жаңағы ешқандай адамдардың топастығы емес, көбінесе біз мына өмірдің қанағатсыздануына біз естімей жатамыз. Естіп отырып, естімейміз. Мына құлақ жабық. Жабық тұрады, аха. Құлақ жабық. Ол жаңағы әр жерге біз барған жерге де бәрін мен уже білемін, мені ештеңкемен таңғалдырамайсың деп шығамыз ғой. Ал Алланың екі ғана дүниесі бар екен, сабыр және де таңдану. Сол екі біздің жаңағы эмоциямыз жұмыс жасаған кезде береке бақ-дәулет. Сол мен оқуға келген кезде де, Айнұр, білетін боларсың, жаңағы біз 10 қыз болдық, 10 қыздың ішінде мен барғанша енді әр үйдің заңы басқа, ит қарағасқа дегенде әр үйдің жаңағы ұрып тұрған келіншектеріміз ғой. Анасымыз, әрқайсымыздың мінезіміз ұрып тұр жаңағы жерде, бәріміз өзіміздің айтқанымызды дегенімізді істегіміз кеп тұр. Бірақ айтсын, араға барып... Эго ойнап тұр десеңізші. Бірінші очеред қой ол. Араларымызға барып, кішкене жаңағы қыздар, мынандай болады, ол білген, мен сіздерден артық білгенім емес, жаңағы енді кішкене үйренгенің болғаннан кейін, сана кішкене ашылғаннан кейін де адам естиді. Сондықтан энергетически ол жайдан жай, сен де шақырып отқан жоқсың, Айнұр, мені, мысалыға да. Өйткені энергия адам, мына санасын дамытқан сайын, мына энергия биік болған кезде, сол адамның үнемі есіне салып тұрады екен. Кей кезде болады, бір адамды есіне саласында, тура сол күн сол адамды көреді. Болады, ондай болады, менде көп болады. Звондап қалады, өзі шығады. Сен енді екі сансың ғой, сен таза Алладан туылған психологсың. Сол кезде де айтылған нәрсе, сондықтан эфирге мен өте қуандым, Айнұр, сенің бұл іс-әрекетіңе. Өйткені 2 деген сан тек тет-а-тет жаңағы адамдармен осылай сөйлегісі келеді. А қазір сен масштабқа шығып жатсың да, өйткені адам қай уақытта шығады масштабқа? Әбден мынадан шаршағаннан кейін тет-а-теттен, мен үлкейейін деп. Ол ешқандай қанша оқуға барып, сен үйт-бүйт деп айтып жатады ғой, қанша психологиялар бар, бірақ ол психологияның бәрі тек қана мотивация береді адамға. Мотивация деген ол үрленген шар сияқты, бір апта ол мотивироваться етіп жүресінде ары қарай қайттан құлайды адам.
Өйткені мына сүтсай ғылымын оқып келгеннен кейін, мына бағана айтып кеттім ғой, сан берген, сана берген деп. Әр сан менен мына қандай бір миллиардный сумма болса да, 9 сананан артық сан жоқ қой, Айнұр. Иә. Айналып келе береді. Айналып келе береді. Иә. 12 деген санды бірге 2 күн қоссаң, қайттан 3 болады. 13 болса, қайттан 4-ті береді. Иә, дұрыс айтасыз. Мына бүгінгі таңда бұрында да мына массажды оқып, жаңағы не қылып жүрсек те, ешқандай оған мән бермеген екенбіз, Айнұр. А бұл өмірдің нағыз бұлағы екен массаж деген, түсінген адамға. Түсінген адамға, иә, дұрыс айтасыз. Өйткені мен мысалы оқытқанда да өзім содан бір күш қуат энергияда алып тұрам ғой. Анау келген адам жазылып результатын шығарса, мені тіпті мен оның ақшасынан бөлек қуанам. Ақшасынан емес, сол кісінің жазылып кеткеннен, рахат алғаннан қуанып кетем ғой. Соны түсінген жаңағы қыздарға да айтып жатырмын ғой, пока сіз шыққанша. Қыздар массажға барып тұрыңдар, маған келсеңдер де басқа біреуге барсаң да міндетті түрде бару керек. Өйткені қазір психология деп жаңағы психосоматиканы оқып жатырмыз. Бірақ массаждың құны ол өте бөлек дүние. Неге екенін айтайын ба, Айнұр? Мына бізде большой круг обращения, малый круг обращения болады. Мына миды тән тыңдамайды, тән. Мына басты, мына мидан жүрекке дейін 20 ғана сантиметр. 20 деген 2-ні береді. 2 деген түсінік береді, понимание. Мына миды жүрек түсінбегеннен кейін, мынау тыңдамағаннан кейін, мынау кісі тыңдай ма? Да. Әрине, да. Біз соның ара-жігін ажыратып, соны түсінбейді екенбіз. Мына жерге менде оқыған оқушыларым кіріп жатыр. Мен 7 поток шығарып қойдым уже, Аллаға шүкір. 10 адамнан 7 поток шығарып қойдым. Тараз қаласы, Кентау қаласы, Нұр-Сұлтан қаласы, Шымкентте, Ақтөбеде, Ақсай қаласында. Менен оқып шыққан қыздардың бәрі, енді ол мен деп айтпаймын, өйткені біз бәріміз бір-бірімізге себепкер ғанамыз. Өйткені мен массажды үйреткен кезде қыр-сырын жаңағы 10 күнде адам мүлдем басқа болып шығады ғой. Өйткені сіз бәрін қосасыз ғой, оған психология, психосоматика. Дұрыс жасаватсыз, негізі мен де түсіндім сіздің. Негізі мен клиенттарды, қазір келген клиенттарды емдегенде, мен де сол психосоматика, психологияға қосып емдеп жатырмын. Менің қазір бір дүнием бар оқып атқан, ол ориентированная психосоматика терапия деп аталады. Тоже сол жаңа, бүйтіп айналып келгенде бәрі бір дүние да, Райхтікі. Сол бойынша мен қазір сол программамен жұмыс істеп жатырмын клиенттармен. Ол мына бүкіл адам денесінің жауап береді. Көзі неге ауырады, допустим, мигрень деген не ол? Ол жайдан жай ауырмайды басы. Ол, значит, обида или там еще что-то деген сияқты ғой. Еще что-то болғанда мынандай ғой, Айнұр, мына әр сөздің ара-жігін ажыратсаң, біз үнемі уайымда жүреміз. Уды ай бойына менен саламыз миымызға. У-ай-ым. У-айдым. У-ай-ым. Уды алдын ала бір айға бұрын менен салып отырамыз. Біздер оны білмейміз, ол қалай болып жатыр. Қалай ол жаңағы мұнан ішінде, мәселен, стиральный машинкаға кірт салып жібереміз да, ол қалай жуып жатыр, қалай шайып жатыр. Біз оны білмейміз ғой. Дұрыс па? Стиральный машинкаға салып жібердік, ол өзі жуып шығарады. Сол ойдан кірген бойға кіреді дейді. Ойдан. Ойдан эмоция кірді ғой. Эмоция деген сөздің өзін ара-жігін ажыратсаң, ци, барлық нәрсе энергия ци болды. Инь-ян, жын-жан, бәрі. Барлық нәрсе бізде әр адамда 5 элемент бар. Ағзамызда, демек, жүрек,
негізі ерлік нелер бар, органдар бар, әйелдік органдар бар. Мысалыға мочевой пузырь, ол ерлік мужской орган. Но это же не говорит о том, что у женщин его нету. Есть. Как только начинается обида на мужчин, у нас летит желудок, мочевой пузырь, тонкий кишечник, толстый кишечник, это тоже мужские органы, яньские органы. Ну, надо же. Да. И вот эта вот звезда, которая звезда, она, оказывается, не просто жаңағына біздер 5 элементтен тұрамыз. Сол элементтің қайсына қай ағзамыз, мына позвоночник деген омыртқа. Омыртқа дегеннің өмір. Позвоночник деген позвонку. Біздің әр омыртқаға біздің органдар байланған. Бірінші шейный омыртқаға біздің көзіміз байланған. Мынау байланғанда бас. Тройничный нерв. Солардың бәрі қай кезде ең бірінші біздің органымыз печень. Печень деген печ. Именно содан шығады. Бүкіл жылу деген, біздің пешіміз үнемі сөніп тұрады. Желудочно-кишечный тракт біздің аш шек, тоқ шектің бәрі қанша жүрегің мықты істеп жатса да, мына аш шекпенен тоқ шегің істемесе жұмыс, жүректің пайдасы да жоқ. Сол үшін массаж не үшін? Біз нүктелі түрде әрбір точкасын ашамыз ғой массажбенен. Иә. Жаңадан туылғандай болады. Дәл қазір мен жаңағы Шымкенттен сәлақ Арағашық Ленгір қаласына келдім. Құдаларым сол жақтан 3-ші қызымды сол жаққа ұзатқанмын. Осыдан 1 ай бұрын оқып алды құда балам. Ол кісі өзінің жаңағы сетевой бизнеста жүрген жігіт, өзінің жағдайы жетіп жатыр. Мен әрекетімді көріп, құдағи мен оқимын деді ғой. Оқып алып, бірден кабинетін ашып алды. Жақсылап тұр. Құттықтаймын. Молодец. Серппестен керемет. Алынсаң, айтырасың ба? Мін серппестен жатыр. Күндіз түн. Гаухар ханым, сіз болса әрине. Бірден әрине ашып алады. Иә. Осындай адамдар іс-әрекет жасап, адамдарға көмектесіп атқан кезде, датабы қуанасың ғой, қуанасың. Мына келген адамдар басқа болып келеді, денсаулық тек қана ешқандай дәрі-дәрмек жұмыс жасамайды. Көрермендерге айтып қояды. Ешқандай дәрі-дәрмек жұмыс жасамайды. Егер мына санаңменен жаңағына массаж істейтін болсаң, болды, басқа ешқандай не жоқ. Иә, ол рас, өйткені ол рас, өйткені мен айтам да, вот келеді адамдар. Бізде енді, мен күліп жатырмын ғой, біздің қазақта жаңағы суық тию, көз тию ғана бар деп. Көбісі келгендер, ой, суық тиіп қалды, белім ұстап қалды, суық тиіп қалды деп келеді. Соның денесінің бәрін ұстап көріп, білгеннен кейін білесің да, сөйлегеннен кейін мен айтам, бұл бірінші очередь, конечно, Алланың құдіреті. Екіншісі, мынау махаббат жылу жетіспей ма қазіргі адамдарға, соны бергеннен ба жазылып кетеді. Жоқ, әлде менің соншама қолымның энергиясы бар ма, ұрып тұрған деймін да, қанат бітіп ұшып кететін клиенттер көп. Көбінесе солай. Өйткені Айнұр, сенде Алладан салынған психологтың энергиясы бар ғой. Адамның жанын тауып, нүктесін тауып тұрып не қылып жібересің ғой сен. Махаббатпен пайғамбар келген ғой. Пайғамбарға келген ғой пәндесі. Махаббатсыз жыныстық қатынас күнә ма дегенде, махаббатсыз бәрі күнә дейді. Сен істеп атқан іс-әрекетіңді махаббатпен істеп атсың. Әрине, махаббатсыз істеуге болмайды. Өзің сүйіп, махаббатпен істесең, әрине, ол ғажап дүние ғой. Тек қана махаббатпен істеген нәрсенің, дүниенің ертеңгі күн әрекетінің берекеті болады. Ал мынау істевады, істей салайын солай деген ол ешқандай оның несі болмайды. Өйткені қазақта айтып кеткен ғой, еттен ниет жақсы дейді. Ет деген ету, действие.
түбіндегі ниетің жақсылық беру, адамдарға шипа беру болса, Алла берекеңді арттырады. Ал ниетің істеп жібере салу болатын болса, онда оның берекеті болмайды. Миллион тап, берекеті болмайды. Сол ғой, не болса да берекесін берсін деп айтамыз ғой, береке. Береке деген сөздің өзін ара жігін ажыратып қарашы. Бер, ек. Ет. Бересің, егесің, етесің. Сіздің каждый сөзіңіздің несі бар, құндылығы, я? Біздің қазақ ата-бабаларымыздың әрқайсының сөзінің құндылығы бар. Олар орап айтып кеткен, Айнұр. Мына қанағат қарынды тойдырады дегенді, ол қан ағымы екен. Біз бәріміз мына ақшаны жаңағы сырттан іздеп жүгіріп жүрміз ғой. Сыртта ақша жоқ, айтайын сіздерге. Ақшаның бәрі өзіміздің ішімізде. Ол энергия екен. Құдай деген ол махаббат деген сөз. Мына кей кезде айтады ғой, дін, жаңағы религия, анау деп. Ол дін саулық деген денсаулық екен. Дінің сау болса, бисмиллахизма, денің сау болады екен. Мына ақмаққа намаз оқы десе шекесін жарыпты дейді ғой. Ол біз бара береміз ғой. Құдай берші деп. Егіз қоз туған кезде бір жусан шөп артық шығады дейді. Біз туылған кезде Құдай беріп қойған. Аламай атқан өзіміз біз. Иә, дұрыс айтасыз. Азап шегіп, бірақ намазға басымыз, шекеміз жара береміз да. Дураку скажи помолиться, он и лоб расшибет дейді ғой. Дұрыс сұрау білмейміз. Өйткені дұрыс беруді білмейміз біз. Біз бәріміз, Айнұр, қарап тұрсаң, негізі барлық адам қазір өмірден шаршаулы ғой. Барлық адам өмірден шаршап жүреді. Өйткені уайым деген өзі жаңағы суық деген ол басқа жақтан тимейді. Бізде жел бар, 6% адамның желі болады, бойында болады ол. Бар. Жаңағы металл бар, 5 элемент бар адамның бойында. Әр элементке өзінің ағзасы байланған. Желге біздің иммунный система байланған. Отқа огоньға эндокринный система байланған. Жерге пищеварительная система байланған. Суға біз 70% судан тұрамыз ғой. Иә, 70%. 70% судан тұрғанда ол қан ғой, дұрыс па? Қан. Қан ағым. Жидкость – это кровь. Содан айтып атады ғой қазақтар, жын кіріп кетіпті деп. Иә, жын кірді. Иә, жын ол бит бүрге шыбын емес, ұшып кіріп кететін, Айнұр. Жынның өзі қан, қанның өзі жын. Қазіргі таңда сіздер сол жынды алып жатсыздар, иә? Біздер осы қандағы нәрсені тазаланған кезде, массаждың да бәрі сол жынды алатын нәрсе. Ин деген жын. Бізде жаңа массаж жасаймыз, неге айтамыз? Су көп ішіңдер деп. Өйткені айналым процесі жүреді, иә? Иә, айналым процесі. Содан шығу керек ол. Қан айналып, керек ағзадан шығарады. Мына шертпе жасаймыз ғой, шертпе жасаймыз мына пижамамен. Сол кезде кәдімгі бастан шыққан қанда май кілкіп жүреді ғой, сорпадан шыққан май сияқты, бешбармақ қайнатқан сияқты сынанаған. Холестерин тола, мына миға кислород бармайды. Мына мидың бәрі мусор. Бүкіл өмір бәрі 50% кешегі күнім, ол үйтіп еді, бұл бүйтіп еді деп. 50% ертеңім не болады деп уайымда. Сол бүгінгі күн жоқ. Бүгінгі күн жоқ. Кешегің тарих, ертеңгің сыр, бүгін Алланың берген нұрын аламаймыз да біздер. Сөйтіп жанталасып стрессқа түсеміз, иә? Иә. Бәріміз мына Құдайды Мекке Мадинадан, Түркістаннан іздейміз. Бүкіл Құдайымыз біздің үйімізде отыр. Ол ата-анамыз, бауырларымыз, байларымыз одан қала берсе. Бала шағамыз, абыз айтамыз, мына Құдайлардың бәрі тупой, түк түсінбейді мұнан. Өйткені өзгерткіміз келеді ғой. Өзіміз өзгерткіміз келмейді, біреуді өзгерткіміз келеді.
біздің ата бабаларымыз абай атамыз айтып кеткен, біреудің мінін тергенше, жамандығын көргенше өз ойыңды мазалап, өз бойыңды тазалап, өзіңнен өзің алысып өлгенше дейді. Барша адамның огородын, бақшасын қазып аламыз, анау үйтті, мынау үйтті деп. Кәдімгі ойға жеміс егеміз, өзің огородына келсең қазылмаған ғой огородың. Құдай ау, мен ақшамған, мен жемісімған деп жүреміз. Басқа жерден іздеп жүреміз. Жеміс басқа жерден жемісті. Сол кезде жем боламыз да, өз ісімізге жем боламыз. Керемет, Гаухар ханым. Хадис бар, пайғамбар, жаңа пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи Айша анамыз екеуі келе жатқанда, алдыларынан бойы ұзын келіншек шыққан ғой. Сол кезде түкнан бойын ұзынынай дегенде, Айша анамыз, пайғамбарымыз түкір деген екен. Не болды десе, сен қазір ғана біреудің шиқи етін жей жаздадың дейді. Және де осы хадистің керісі бар. Екеуі кетіп баратқан кезде, алдынан бойы кішілеу әйел шыққан кезде, түкнан қортығынай деген екен. Сол кезде сенің сөзің дейді, суға түссе суды іртіп жіберетін еді дейді, пайғамбарымыз айтады. Су дегенім 70% қанымыз емес па? Иә. Әр аттан ғайбатымыз өзімізді іртіп жатқан жоқ па? Бәрі мынада тілден ғой. Тіл деген тілге, Айнұр, тілге ілінген, тістен шықса, іске асады. Тіс іс болады. 32 тіс болса, 3-ке 2-ні қоссаң, 5 деген санды береді. 5 деген сан Алладан көбейтіп береді. Тоғызстанды. Нұрай, жат. Күшті болады, Нұрайка, жат. Өсеққа кішкене атырын қойшы, палаш. Сол сияқты мына массаждың бәрін, Айнұр, мен бұның түбін түсінген кезде, мына психологиямен шығам ғой мен мына массажға шы. Өйткені мына массаж жасатып, мына бүкіл қанын жаңағына шертпесін, хиджамасын істеген кезде адамның бүкіл өмірі өзгереді. Сана өзгергеннен кейін, бүкіл әлем өзгереді. Әрине, мұнан бәрі ашылады ғой. Энергия береміз. Махаббасы, демек, біз нүкте деген мына түймеге жаңағына, түйменің несі болады ғой, тесігі, түймені ілеміз ғой тесікке. Біз эмоцияға кірген кезде, ана нүкте тесіктен ажырап кетеді екен. Нервные палочки бізде кәдімгі екі жағынан жаңағы ручка сияқты нелер болады екен да, сол ручканың екі жер ажырап кететін сияқты да, ана вкручивать етілетіні. Оголенный нерв деп айтамыз ғой. Сол қанда бізде мутированные клетки. До того біздің ниетімізден, ойымыздан, біздің жаңағы енді біздің қанда бар ғой, тромбоциты, лейкоциты, ци, бәрі ци. Байқайсың ба, Айнұр? Бәрі ци, да. Это все энергия. Біздер эмоция болған кезде, мы жаңағы продукты без гемо деп жазылады ғой. Эмо болған кезде, біз цыға жіберген кезде, біздің эмоциядан, біздің ағзадағы нелеріміз, органдарымыз жылжиды екен ғой орнынан. У нас органы сдвигаются с места, орнында тұрған. Массаж соның бәрін орнына тұрғызады ғой. Қажетті нәрселерін орнына тұрғызады, әкеледі, орнына қояды, как положено, да? Как положено орнына қояды. Және де мен айтып кетейін, кеше ғана сен білесің ғой, Түркия елінен келдім. Қалдыкүл Қорғанбек қызы бар, сіздерде Алматыда тұрады. 32 жыл соның мектебін оқып келдім. Кәдімгі әшейін керемет болғанда керемет. Бір сеанспенен адамның бүкіл органын орнына қойып, бүкіл сүйек саяғына дейін жаңағы ата бабасынан келген память бар ма, недегі, сүйектегі, соның бәрін тазалап тастайды. Не деген Алланың керемет құдіретін айтшы. Құдіреті, е?
Ол кісі сонда немен емдейді? Құранмен ба ол кісінікі? Ол кісінің махаббаты соншалықты көбі адамға деген. Құдайы ішінде деп айтады ғой, Айнұр. 99 Алланың есімі бар ғой. 99 Алланың есімінің бәрі біздің ішімізде. Алланың 100-ші есімі ол сенсің. Сен өміріңде Айнұрсың, менің өмірімде Гаухармын. Бір Гаухардың нәпсісі менің қалауым. 99 Алланың жарығын, нұрын ішімдегі жойып тастайды екен ғой мен деген. Өйткені тек қана мен қалауым болу керек та. Бала-шаға менің айтқанымен жүру керек. Бай менің айтқанымен жүру керек. Құда-құдағи менің айтқанымды беру керек маған. Мен айтқанымды бермесе, значит, олар маған. Түсінесің ба? Солай ғой. Күтуіміз, тосуымыз, біз бәріміз базардағыдай жүреміз. Біз бала-шағамыздың өзімен базарда жүргенде боламыз. Сен сөйтсең, мен саған бүйтем деген. Біз махаббат бере алмаймыз бала-шағамызға. Туған туысқа риясыз махаббат бере алмаймыз. Ешқайсымызға Алла оны ішімізге орап тұрып сап қойған. Соны аша алмай жатырмыз. Қалдыкүл Қорғанбек қызының махаббаты енді түріне қарасаң, нұры шашылып тұрады ғой. Ананың түріне қарап отыра бергім келеді. Жай сөйлейді. Бір ер азамат келіп айтады, мен құлағым естімейді, мен не істеуім керек дейді да. Ол кісі айтады, жақсы емес па естімегені? Керек емес нәрсені естімей отыра бересіз дейді. Коротко и ясно. Сөйтеді ғой, мынау адам неге жаңа көзінің ауруының өзін айтады ғой. Неге көзі ауырады десе, сонда анау бір нәрсені, дүниені көргісі келмегеннен ауырады екен ол кісінікі. Құлақ та солай, естімегеннен. Өйткені бауыр жұмыс жасамайды. Бауырда пеш қой. Бәрі бауырдан. Мына жүректің ауырғаны да бауырдан ғой, біз жүрек ауырады дейміз, ол да бауыр. Біз бума емеспіз ғой, шашырап кетеміз бәріміз. Сондықтан өз қағынан жиренген құлан аштан өледі дейді. Біз ата-бабаларымыздың бізге берген дүниесінен қағынан жиреніп, өзімізше біз цивилизованный боламыз, күшті боламыз, жаңағы батыс жақтың психологиясымен мықты болып кетеміз, бай болып кетеміз. Демек, біз күннен күнге аштан қалып жатырмыз. Біздің қарнымыз тоқ, сана аш. Санамыз аш біздің, баршамыздың. Сана ала берсем дейді. Мына мұсылманды қазақ қылу қиын дейді да. Қазақ деген ол азат ойлы ету қиын да. Қай ата-бабаларымыз Қазанда портфель ұстап министерствоға барған, мысалыға. Ата-бабаларымыз атқа мініп шауып, 70 бай, 80 бай, 90 байды туғыздырып жүрген. Одан жаңағы қай ер азамат бұрынғы таңда әйеліне соткамен звондап, әй қатын мен үйге жаңағы қонақ келейін деп жатыр деп айтқан, сау еткізіп алып келген болды. Қарым қатын ас деген содан басталады. Қазіргі таңда ер азаматтар еріп келсінші, сау еткізіп. Өзімде 4 қыз, бір ұл, өзімде қыздар асырап отырмын. Мен айтам ғой, ей, қаншау еріп келсе үндеме. Береке ырыс сода болады. Қонақта 40-тың бірі қыдыр. Мен сонда продукт алып келсін дейді. Нан менен шай берсең де, рахаттандырып, ана адамға жақсы көзменен қарап, риясыз, ақ көңілмен қарашы, Алла өз береді бәрін. Береді, я. Аллаға беру түк емес. Бәрі ниетте ғой. Ниетіміз дүзі болса бәрін ақ келеді. Ниет түзелмей, етуің түзелмейді екен. Әйтпесе біз ете береді екенбіз. Біздер енді бір-бірімізден көргеннен кейін жаңағына аттыға ерем деп жаяудың шаты айырылыпты дейді ғой. Ана біреуді жаңағы... Иә. Ой, Гаухар ханым. Мен ғой. Атта біреуді көрсек жаңағы соның артынан жүгіреміз ғой.
Жүгіреміз, иә. Жүгіреміз, иә. Анау мынаны жасап жатыр, мен де соны жасаймын деп. Иә. Мен жасай аламын дегендей ғой. Мен жасай аламын. Неге жасамам? Мен одан озып кетем қазір деп. Сөйтіп шатымыз айырылып жатады озып жатқан кезде. Иә. Бізде мына бүкіл неге салып кеткен ғой, ата-бабаларымыздың бәрін біздің мақал-мәтелге салып кеткен. Бірақ орап айтып кеткен да, әр сөздің мағынасын орап айтып кеткен. Мына біз кей кезде айтамыз ғой, әр отбасының бір тентегі болады деп. Тентек деген ол жаман адам емес, ол тегіне тең көрмей тұрады екен. Мына біреулердің үйінде жаңағы ұлы ішеді, біреуінің баласы ішеді, біреуінің байы ішеді. Біздер жаңағы мына тентек дейміз ғой. Тегімізге тең көрмей тұрған адам, өйткені неден ішеді ол? Махаббат жоқ. Да, махаббат жоқ, мейірім жоқ. Иә. Махаббат жетіспейді. Осы жерде мен сізге айтып кетейін, махаббат мейірім жетіспейді. Күздігіні бір жігіт келді. Ну, жасы бір 31-32-дегі жігіт келді. Енді лечение алғанда енді 5 күн одан жоғары қоямыз ғой. Бір келді, бір кетті, белім ауыра береді деп келді. Сонымен лечение жасадым, 3 күн жасадым, 4 күн жасадым. Келсек, айналып келгенде, ол жігіт негізі стресста жүрген жігіт та өзі. Казинода ойнайды екен. Білмеймін дейді Айнұр. Вроде бы жақсы жұмысы болған, бәрінен айырылған. Қазір казинода. Сояққа керет казиноға қарай бір атта тұрады, жаңа Қапшағайдың трассасына кетем де тұрам дейді. 4 курс алды, жақсы болды, айналып келгенде сұрап білсем, анасынан махаббат алмағанда. Екінші рет анасы күйеуге шыққан екен, махаббат бермей, енді біз обычно балалардан көреміз ғой, ұрамыз, балаларды соғамыз, солай өскенде ақыр аяғы міне неге алып келді. Көбінесе махаббат жетіспей атады адамға. Келіп лечениесін алып жақсы болып кетті. Қазір басқа қалада жұмысына тұрып істеп жатыр, шүкір Алла. Иә, барлық нәрсе санады. Бәрі мейірім махаббаттан. Бәрі махаббат. Қазір көбінесе жетіспейтін сол. Құдай деген, махаббат деген сөз ғой. Мына қазір Сюцай ғылымын оқыдым, иә. Мәселен, 9-шы Мунафикун сүресі бар. 11-ші аят. Мына жиған терген мал мүлкіңді дейді, жаңағы жиған терген мал мүлкіңді, ол қыздарыңды, жолдасыңды қалдырды, маған кел дейді Алла. Берекетіңді мен берем дейді. Ол қалдыр дегенде көшеге лақтырып кет деп атқан жоқ қой. Миыңнан шығарып таста, олар қалай өмір сүру керек екен, оларға үйретпе дейді. Сен үй рет-ретмен бірінші өзім істеу. Өйткені мына әйел бір қолымен бесікті, бір қолымен әлемді тербетеді деп бекер айтпаған. Әлем деген ем ал дейді, ем ал. Ал ем. Емді біз әр адамнан алуымыз керек. Әр адамға қараған кезде сүйсініп, бүкіл әлем, бүкіл менің қоршауым менің әлемім емес пе? Ал біздер әлемден секіріп, жаңағы мына әлемім менің дұрыс емес, басқа әлем іздеп кетеміз. Мерседес, оны в Африке Мерседес, картошка, она и в Африке картошка дейді ғой, Балиға кетіп атады, мен жаңағы санамды өзгертуім керек, үйтуім керек. Адам санасын отырған жерден бастап өзгеру керек, өзі. Өйткен жауапкершілікті өзіне алу керек. Анама ренжіді, үйтті, бүйтті. Не үшін ренжідің? Не үшін? Оның бәрін түбін қызбалаған кезде, мәселен маған, мен осы Сюцайды бірінші оқып келгенімде, наркотический жаңағы средствамен айналысатын қыз жігіттер келді. Ашин сөйлескеннен сөйлесіп, бір-екі жаңағы мына массаж алды, отты массаж алды. Өмірлері айқара өзгерді. Жолдастар, сұрақтарыңыз болса, сұрақтарыңызды қоя отырыңыздар. Қоя беріңіздер сұрақтарыңызды. Иә, өйткені ешқандай ауру жоқ өмірде. Өмірде ешқандай ауру жоқ. Барлық нәрсе тек қана санада. Барлық нәрсе тек қана әйелден келеді екен. Өйткені 30% Айнұр, сүйек ата болады екен да, әке жақтан. 70% жаңағы жігіттің жақсы болуы ағашынан, жемістің жақсы болуы ағашынан деп, бүкіл нәрсе бізден анадан тарайды екен. Ол әр жасушасы бағана баста айтып кеттім ғой. Біз топырақтан жаралғанбыз. Топырақ деген ол жер лай емес, топырлаған ақтықтан жаралғанбыз біз. Мы много белковые.
И мозг белок, и кишечник белок. Со белоктың бәрін біз қара ниетімізбен аламын. Өзім ғана өсем, өзім ғана. Менің балам осындай болса екен. Нарост на теле от чего? Наросты на теле, смотрите, кожа – это граница между внутренним и внешним миром. Тот момент, когда вы не принимаете внешний мир, внутренний свой мир, внутри себя у вас постоянное несогласие. Я не говорю вам, что прям у вас. Ну, вообще это по психосоматике оно то и есть. Потому что кожа, самый главный орган дышащий, это кожа, ребята. Я Алматыда бар, Айнұр Алматы қаласында не қылады, жұмыс жасайды. Мен Шымкент қаласындамын. Енді Айнұр шақырғаннан кейін неге? Прямойға айта кетейін, мен жаңағы оқу өткіземін. Оқуымда бүкіл массаж, мануальная терапия, бүкіл огненный массажи, вакуумный массажи, және де хиджамалар. Кертпе хиджама, басты шашты қырмай, бастың ұшынан аяқ ұшына дейін бүкіл хиджаманы, бүкіл органдарға хиджама жасауға болады. Бүкіл ауруларға өзінің точкасы бар хиджама жасайтын. Мәселен, мына гепатит дейді ғой. Гепатитқа айына 4 рет жасау керек. Бірақ әр жасаған кезде еще банкасын ауыстырып тұру керек. Өйткені банкада қалып кетеді ғой. Мысалы, басқа хиджамада әр адам өзінің банкасы болатын болса, келген кезде алып келуге болады. Ал именно гепатит кезде бір банканы қайта қолдануға болмайды. Айнұр деген қызымыз Алматы қаласында, енді көп жаңағы біздің көрермендеріміз Алматы қаласынан болатын болса, Айнұрға барыңыздар. Бүкіл жаңағы бұл психолог от Бога, кәдімгі жиегіне аралап береді. Ойларыңызда өйткені мына омыртқаға байланған Ақтауға келесіз бе дейді. Ақтауға кім келсін? Айнұр келсін ба, мен келейін ба? Әлде екеуміз деп па? Я. Болады. Сіздар Гаухар ханымға келем десеңіздер, сіз негізі Гаухар ханым, кешіріңіз, бөліп жібердім. Психология жайында болса, сіз онлайн шыға бересіз ғой негізі, да? Әрине шыға беремін. Онлайнмен шыға береді, телефонына өзінің личкаға жазуларыңызға болады. Мен бірінші бұл неге барған кезде, ілімге, өзінде айтқан бұл серік қосу емес па деп. Алайда сан әшейін атаулы заты, әр санның артында энергиясы. Мәселен, 9 саны, біреу электрический, енді образына айтқанда, біреу электрический чайник болса, біреу стиральная машинка, біреу духовка. Сонда, мына стиральная машинка чайниктағы кірімді жуып бер деп талап етеді екен Айнұр. А ол адамда ондай вообще не жоқ екен. Вообще ондай качество жоқ. Сондықтан біз азап шегетініміз содан екен. Өйткені менің қалауымды бермей тұрады ана адам. Және де мына неге айтып кеткім келіп тұр Сюцай іліміне. 16 аят жазып кеткен. Мен адамды бір-біріне жұлдыз арқылы көрсетем дейді. Мен адамды өлтірем, тірілтем, және де саусақ ізіне дейін қайтарам дейді. Және де біз бүгін жаңағымна құдағиымның үйіне келіп сөйлесіп отырмыз. Мен құдағиымда үлкен бір әулеттің жаңағы үлкен келіні. Және де бүкіл жаңағы өзінің облысында мектептің директоры, завуча қазір енді директорліктен бас тартып завуч болып жатыр. Өйткені директордың жаңағы жауапкершілігі көп. Адам системный жұмыста жүрсе егер негізінде, ешқашан сана дамымайды. Ол кісі... Дамымайды. Да, дамымайды. Өйткені гарантия бар ғой. Біз гарантиядан кеткіміз келеді. Өйткені мына 500 мың теңге алып отырсам, аймамай, бұл соған біздің шектеуіміз сода болып қалады. Ал адам мына санасы азат кезде ғана сана азат бола алады. Өйткені бағана айтып жатырмыз ғой. Ізденесің ғой өйткені. Барлық қазақ жаңағы кредитте де қазақ, қарызда да қазақ. Ол не деген сөз? Қалай дейсің, Айнұр?
Өйткені өзіне жұмыс істегеннен кейін адам ізденісте жүреді ғой. Әрдайым ізденіп жүресің. Иә. Сол ізденістің арқасында движение, энергия. Біз негізінде бұл өмірге ізденуге келгенбіз ғой. Омыртқа туралы айта бастадыңыз дейді. Омыртқа туралы айта бастағанда біздің омыртқаға бүкіл біздің органдарымыз байланған болады. Бізде 7 шейный, 7 жаңағы мойын омыртқасы, 12 грудной позвонок и 5 жаңағы люмбальный позвоночный нелер болады. Сол әр омыртқаға біздің неміз байланған. Мына көп адамның жаңағы тізесі ауырады ғой. Тізесі ауырады. Тізесі ауырған адамның бәрінің бауыры жұмыс жасамайды деген сөз. Бәрі бауырдан. Бәрі бауырдан. Мына Мунира ханымнан Бауырмен қан. оқып кеткеннен кейін тағы мына Қытай елінен келген қыздардан оқыдым ғой мен мына нені. Мына біздің қан жаңағы артериальная у нас, венозная и капиллярная кровь қой бөлінеді. Иә, капилляр деген бізді сеточная кровь бүкіл денемізді жаңағы не қылып тұратын, обволакивать етіп тұратын. Бірінші біздің жаңағы капиллярный сетка кровь сол не қылады екен, бұзылады екен. Кәдімгі мына образын айтсақ, кран бар ғой. Кранның бірінші кішкентай трубалар забивация етеді ғой. Содан кейін үлкен жаңағы трубаға алып кете алмайды. Тура сол сияқты. Сол сияқты. Тура сол сияқты. Біздің әр ашу ызамыз тромб. Тромб жабысып қалады. Тромб жабысып қалады. Бізде үйткен тромбоциты деген, бізде тромбоциттардың бәрін өздері несі болады. Витаминчик сияқты іші кішкене жаңағы ойық. Солардың бәрі мутироваться етеді. Мына оразада да, мысалыға да, мына оразаны адамдар не үшін тұтатын біз білмейміз да кей кезде. Мына көзге ораза, сөзге ораза, бірінші ойға ораза болу керек. Бұрын айтатын еді ғой ата-бабаларымыз, бірдәнке айтудың алдында ойлан деп. Қазіргі таңда бірдәнке ойлаудың алдында ойлану керек. Үйткен ойдан түскен бірден бойға барады. Шегізген нәрсеміздің бәрі біздің ойымызда, бойымызда, және де ол мәселен үрленген шар сияқты бір жерден емдеймін дейтін болсақ оны, кәдімгі шарды бір жерін қыссаң, ол жел ешқайда шығып кетпейді ғой, басқа жерінде топ болып тұрады. Да, дұрыс айтасыз. Гаухар ханым, уже уақыт болып қалыпты, бөлінген 1 сағат. Сізбен өте қызық өтіп жатыр. Қадірлі ханымдар мен мырзалар, Гаухар ханымға жазылам десеңіз, WhatsApp-ына шығып, или дайректке жазуларыңызға болады, Шымкент қаласынан. Егерде психология жөнінде болса, тоже онлайнға шығып телефонмен сөйлесуге болады. Мен Алматы қаласынанмын. Массажға келіңіздер. Алдын ала қолға алыңыздар денсаулықтарыңызды. Сүйретіліп, жағдайымыз біткенде келеміз ғой біз обычно. Сосын чудо жасап беріңіз дейміз. Иә, денсаулыққа. Лучше денсаулықтан көрі мынау жалған қас, біреудің қақсысына кіріп кетсем ренжімеңіздер, конечно. Жалған қас, кірпік, жалғап жүрген жақсы көреміз. Ішкі дүниемізде не болып жатыр? Осыдан келетінін оны ұмытып кетеміз. Дұрыс па, Гаухар ханым? Алтын уақытыңыз келгеніңізге сіздей қазақтың алтын қыздары көбейсе, жаман болмаймыз. Шүкір. Рахмет сізге, тағы да шығамыз да эфирға, амандық болса. Жақсы боламыз. Уже жақсымыз. Айнұрына айтып кетейін дегенім, жаңағы көріп атқан көрермендерге. Мына сюцай ғылымы, бұл өте әркімнің өзінің жаңағы құралдарын береді. Біздер психологтар сияқты саған үйту керек, бүйту керек деп айта алмаймыз. Ол жаңағы психология кәдімгі инструкция сияқты, бірақ ол адамның бәріне жүрмейді. Мына туған күн ай жылына қарап, бүкіл адамның өзінің жаңағы Алладан түскен тағдырын бүкіл жаңағы жегіне айтып, қай жылы қандай іс-әрекет істеуге болады. Даже мына матрицасын қарап, қай жылы оның қандай да бір жағдайда болғанын айтып беруге болады. Сондықтан осы жерде көбісі, Гаухар ханым, кешіріңіз, көбісі айтып жатыр ғой, признание, білмеймін өзімді, мен кім болуым керек, білмеймін деп. А вот суицид ғылымы дәл осыны
тура әкеп жолына салады, иә? Тура әкеп жолына салады, иә. Тура әкеп жолына салады. Бизнес деген, деген ол өмір ғой. Бизнес деген ол өмір негізінде. Өмірді біздер любой адам бір жерге жұмысқа барған кезде, оның мамандығының бір кереметтілігі емес, мінезімен жағады. Мен бүкіл осы жерде естіп отырған адамдар болатын болса, өзімнің де жаңа қыздарыма айтып отыратын, мына алты кішкене даналығым бар, соған да рахмет, эмоциядан басқа. Сендердің барған жерлеріңде түрлерің, фигураларың итке керек емес. Егер мінездерің ит болатын болса, любой адам құйрықтарыңнан бір тебеді, қатын жолда, бала белде. Сондықтан сол нәрсені өте өзіме де ұғым қылып, бала шағама да мен соны ұғым қылып қойғам. Сондықтан мен қазір құдағиларымда отыр, мен бір көз бояушылық, маған мен ешқашан мынау бөтен, мынау менкі емес, менде жоқ. Мен қызыма қалай сөйлеймін, құдағиыма қалай сөйлеймін, құдағиымның қызына, келініне, менде бәріне бірдей. Өйткені оның бәрінің, Айнұр, біле кететін болсақ, біз топырлаған ақтықтан жаралғанбыз ғой, жасуша, клетка. Бекерден бекер адам кездеспейді. Ол кісінің клеткасы менде бар. Менің клеткам ода бар. Бекерден бекер мен кездеспеймін ол кісімен. Сен мен то же самое. Егер мен ол кісіні жеп көріп отырсам, мен өз ағзадағы клеткамды өлтіріп отырамын. Түсіндіңіз ба? Мін әңгіменің тереңдігі қайда жатыр? Тереңдігі, иә. Мы не можем принять деп. Яғни мы не можем принять дейді ғой. Негізі айтады ғой, сен, говорит, обществоға біліммен емес, мінезіңмен сиясың дейді. Сенің білімің емес, мінезіңмен сиясың дейді. Тек қана мінез. Менің санасы 6-да 9. Айта кетейін, тоже мына Шымкент қаласында 8-ші поток болайын деп жатыр. Оқуымның келем деушілер болса, өзінің жаңағы туған туысын жіберем деушілер болса, мына жерде менде отырған қыздар бар. 10 күнде психология түрінде де басқа болып шығады қыздарыңыз. Және де жаңағы 2-3 маманның несін алып шығады. Естественное дело оқимын дейтін болсаң, оны да жаңағы дипломменен оған да мүмкіндік бар. Үлкен рахмет баршаңызға, алтындай уақыттарыңызды бөліп келген, жақсылыққа аттың басын бұрып келген деп қояйын да. Инабатты, сәулетті, отбасыларыңыз дәулетті, игі жақсы ханымдар мен мырзалар. Рахмет баршаңызға. Егер спрос болатын болса, жазыңыздар, тағы тікелей эфирге шығайық. Өйткені бұрынғы заманда ата-бабаларымыз сөзбен емдеген адамды, сөзбен әшейін. Әрине. Сөздің құдіреті деген күшті білген адамға. Иә. Сол, сөзбен жаңағы консультацияға жазылам дейтіндеріңіз болса, менің жаңағы парақшама кірсеңіздер, профилімда не бар? Ссылка бар, бірден WhatsApp-қа түсетін. Сол баршаларыңызға рахмет, отбасыларыңызға бақ, Айнұр Қасағанда жолдарыңызға, ер азаматтарыңыздың, ұл қыздарыңыздың отырған орны тақ болсын, тақ болған соң нақ болсын, береке бақ дәулетте болыңыздар. Мен астына телефонымды жаза кетейін, телефон сұрап жатыр, иә? Телефонда да Гаухар ханым керек болса, маған да шығып жазуларыңызға болады, мен беремін. Телефонда номерім бәрін берем. Оқитын адамдар болса, массажға, консультация алатын адамдарға, пожалуйста. Емге келіңіздер, алдын ала өздеріңіздің денсаулықтарыңызды қолға алыңыздар. Рахмет бәріне. Сүйемін, ораза қабыл болсын. Жақсы, сау болыңыздар. Рахмет. Сау болыңыз. Рахмет, баршаңызға рахмет. Айнұрға рахмет. Хабарласамыз. Давайте.